Сәлем достар, бүгін 8 мартқа арналған осындай әдемі кішкентай сыйлық жасаймыз. Бұның ішіне шоколад және де бір ручка келеді. Бағасы өте қолжетімді және өте әдемі болып шығады. Бізге шаблонды шығару үшін осындай А4 форматтағы односторонний глянцевый бет керек болады. Бағасы 1650 теңге болды. Бізде Өскеменде, басқа жерде білмедім. 200 граммдық бетті қолдандым. Сіздер 200-230 граммдық бетті қолдансаңыздар болады. Және осылай әдемі шаблонымызды шығарып аламыз. Бұл шаблонды мен өзім телеграм-каналыма қоямын. Тек менің YouTube подписчиктеріме арналған канал. Сондықтан бірінші YouTubeке подписаться басып, сосын осындай шаблонды тегін алсаңыздар болады. Телеграм-каналының ссылкасын осы видеоның астына қалдырамын. Және де бұл шаблонның астына бір бет немесе қаттылау материал қойып қойыңыздар, өйткені сіздің столдарыңыз бүлініп қалуы мүмкін. Осы шаблонымызды контур бойынша сіздер қайшымен де қисаңыздар болады. Мен сызғыш пен канцелярский ножтың көмегімен осылай жүргізіп қиып шығамын. Бұлай маған ыңғайлы, өйткені мұнда кішкентай бөліктері көп. Қиятын қайшымен ыңғайсыздау болды маған. Сондықтан осылай канцелярский ножпен қиямын. Және де достар, менің YouTube каналымда басқа да видеоларымды қараңыздар. Видео пригласительный жасау, баннер жасау, шаблондар жасау, және де басқа да телефонда көптеген лайфхактарды көрсетемін. Именно реді, бірақ оның оберткасы фольгадан болғаны дұрыс. Өйткені сіз жай оберткамен болса, бұның шеттері сыймай қалады бұл коробканың ішіне. Осылай бәрін әдемілеп бүктеп шығамыз. Содан кейін бұны ішіне шоколадты және ручканы салып қоямыз. Бүктеп шыққаннан кейін бұның двусторонний скотчты аламыз да жинаймыз. Болды, түк қиындығы жоқ. Өйстіп шоколадты саламыз, ручканы саламыз. Бұның сыртына пакетик кигізіп сыйласаңыздар да болады. Және бұның артқы жағына тілектеріңізді жазсаңыздар да болады. Мен телеграм-каналымда осындай құрбыңызға немесе апайыңызға арналған осындай шаблон және де осындай шоколад подарок шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсем.